Так, Данияр Салатович, директор Фонда устойчивого развития образования, вам слово. Қайырлы күн, құрметті жиналған қауым, құрметті конференция қатысушылар. Сөзімді бастамас бұрын ең алдымен кішігірім шок-контент, барлықтарыңыздың назарыңызды экранға аударсаңыздар. Бүгінгі күні алдарыңызда шығатын суреттер Қазақстандағы ауылдық мектептердің жай-күйі, соның ішінде сіздер мен біздер оқып жатқан кейбір мектептердің де жағдайының өкінішке орай осындай жағдайлары бар. 2019 жылы біз өзіміздің жобамызды бастаған кезде бұндай мектептер тек қана Шығыс Қазақстан облысында бар деп ойлаған едік. Былтыр 17 аймақтан жобаға мектептер қосылған кезде осындай мектептердің Қазақстанның түкпір-түкпірінде бар екенін көріп, көңіліміз түскенін жасырмаймыз. Қытайдың шекарасынан 5 шақырым жерде орналасқан Марқакөлден бастап Астраханның, ресейлік Астраханнан 30 шақырым жерде орналасқан атыраулық мектептердің де жағдайы бір-біріне ұқсас. Бір жыл бойы өзіміз жобаның серіктестерімен және де мемлекеттік органдармен бірге қызмет жасап, бүгінгі күні сіздердің алдарыңызда мектептердің өзгерісін және де жұмыстың нәтижесін көрсетуге қуаныштымыз. Енді оқушылар заманауи толық мектептерде оқиды, тәжірибелермен қосымша ғылыми жұмыстарды жасауға мүмкіндікке ие болды. Ауылдағы мектептердің даму жобасының алғашқы кезеңі былтыр 13 мың баланы қамтыды. Яғни 13 мың бала қаланың өзінің құрдастарымен тең жағдайда сапалы, әдемі және де толық қамтылған мектептерде оқуға мүмкіндік алып жатыр. Бұл жоба серіктестер мен мемлекеттік органдардың бірлескен жетістігі деп білеміз. Үкімет һәм құзыретті министрлік жағдайды білмейді емес, біледі, оңтайлы шешілуіне үлкен септігін тигізіп жатқанда, мына отырғандарымыз барлығымыз біліп, куәгер болып жатырмыз. Біздің жоба бүгінгі күні мемлекеттік органдар, бизнес және де қоғамды бір мақсатта біріккен кезде нәтижелі жобаға жеткізуге болатынын көрсеткіш екенін айта аламыз. Және де жобаға ерекше қолдау көрсетіп жатқан, былтырдан бері қолдау көрсетіп жатқан өкілетті министрлік Ғани Бектайұлы, сіздерге барлық ауыл мектептерінің балаларының атынан алғысымызды білдіреміз. Қазақстан халқына қоры әр мектепке 250 миллион теңге қаражат бөліп жатыр. Бұл былтыр 4 миллиард 250 миллион теңге қамтыды 17 мектепке. Бұл дегеніміз 602 жаңартылған STEM кабинеттер, оқу пәндерінің кабинеттері, арт студиялар. Үлкен қаражат деп байбалам салатындарды көрдік. Айтарым, әр оқушыға шаққанда 320 мың теңгеден аспайды. Баланың тағдыры мен болашағы үшін менің ойымша өте шамалы аз қаражат. Ендігі бір ерекшелігі жобаға қатысты Назарбаев зияткерлік мектебі де біздің білім беру саласын тұрақты дамыту қоры да бұл қаражатта пайдаланбайды және де өзінен өткізбейді. Бұл қаражат тек қана ауыл мектептерінің жаңаруына жұмсалады. Осыған орай жобаның операциондық шығындарын қамтамасыз етіп жатқан Айтас холдингінде айтап өткенім жөн деп санаймын. Біздің үйімізді алаңдатқан үлкен бір мәселе ол бүгінгі күні ауылдан көшіп жатқан халық. Ауылдан адам неге көшеді? Денсаулық сақтау саласы, жұмыссыздықпен қатар баланың болашағы не болады деп ойлайды. Баланың болашағы бүгінгі күні оның біліммен тікелей байланысты. Бұл жобаға қатысып жатқан мектептегі әрбір ұстаз, лабораторияның меңгерушілері, балалардың бапкерлері тек қана балаларды оқытпай, сонымен қатар Қазақстанның әрбір ауылының дамуына, ауылдан халықтың мәжбүрленіп көшпеуіне үлкен үлесін қосып жатқан атап өткім келеді. Енді бір жайт, халықтың түсінігінде өкінішке орай қаланың ұстазы білікті, ауылдың ұстазы біліксіз деген түсінігі бар. Биыл жобамызға 1500 ұстаз қатысты. Осы ұстаздардың барлығы Назарбаев зияткерлік мектебінің интенсивті 1200 курстарынан өтті. Осы курстардың нәтижесінде және де ұстаздардың жасаған жобалар мен жұмыстардың нәтижесінде сол ұстаздардың жұмысын көріп, ой-ұшқырлығы мен тапқырлығына тәнті болып, ауылдың ұстазы біліксіз дегенге бұл жалған түсінік екеніне көз жетіп жатырмыз. Бұл жердегі негізгі мәселе ауылдың ұстазының білімі емес, ауылдың ұстазының білімі кең емес. Ауылдың ұстазы бүгінгі күні
қажетті ресурстарға зәру деп айтқым келеді. Мүмкіндік берсе, мүлт бермейді. Балалармен бірге республикалық һәм халықаралық сайыстарда топ жаруға дайын бүгінгі күні. Биыл ауылдық жерлердегі тірек мектептердің әлеуетін арттыру жобасына қосымша 63 мектеп қатысқалы отыр. 63 мектеп дегеніміз 6000 ұстаз, 45000 оқушы және де шамамен 80000 ата-ана. Яғни біздің жобамыз ұлттық сипатқа ие болып жатыр. Осының нәтижесінде халықтың алдындағы жауапкершілігіміз де жоғарылап келеді. Осыған орай бұл залда отырған 17 былтырғы мектептің директорлары мен биылғы 63 мектептің директорларының алдында бір ой айтқым келеді. Құрметті мектеп басшылары, бүгін алдарыңызда сөйлеп жатқан мен және де білім беру саласын тұрақты дамыту қорының командасы. Назарбаев зияткерлік мектептердің ұжымы, Қазақстан халқына қорының қызметкерлері, тіпті өкілетті министрлік пен үкімет басшылығы барлығымыз сіздердің мектептеріңізде оқып жатқан баланың жағдайын жасау үшін күш біріктіріп жатырмыз. Ауылдың баласы өкілеген үмітіміз. Бүгінгі күннен бастап бұл үміт сіздердің қолдарыңызда деп айтқым келеді. Рахмет. Көп рахмет.